6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Енді не істейміз? Сиқырлы Сақина! Тоқта, Оля! Неге? Сақинадан көмек сұрайтын кез әлі келмеген сияқты. Қазір ғана алған жоқсың ба? Оның үстіне бәріміз біргеміз. Асықпай ойланып көрелік. Болат дұрыс айтады. Басқа бір амалын қарастырайық. Біз ешқашан түнге қалмағанбыз. Ертегілер елінің түні өте қорқынышты. Ганс, қорқыта бермеш, онсыз да жылауға шақтырмын. Жылағаны нес, біз ер баламыз, жылауға болмайды. Мен қыз баламын, маған болады. Оля қандай бақытты, ол жылай алады, бірақ дәл қазір бақытсыз. Балалар, ана жаққа қараңдаршы, әне, анда от көрінеді. Кеттік, сонда барайықшы. Ал ол жалмауыз кемпір болса ше? Мен ол кемпірден қорықпай, жүріңдер. Жалмауыз кемпірді Мұстан деп те атайды. Бірақ ол да кезінде біздің әжелеріміз болған. Ой, мінезі нашар, ұрысқақ, бұзық болған соң оны адамдар ауылдан қуып жіберген. Ол байғұс орманға барып паналаған, аң құстан қорғанбақшы болып, бекеу кесілген ағаштың үстіне шайласын орнатып алған. Иә, расында да, тауықтың аяғы бар үйшік содан шыққан екен ау. Әрине, енді міне ол өзін қуып жіберген адамдарға өте ызалы. Түс, жақындап қалдық. Ол жерде бір топ адам отырған сияқты. Олар бір нәрсені шеше алмай дауласуда. Жақын барып тыңдап көрелік. Тынышталыңыздар. Қаны, кезектесіп сөйлеңдер. Түлкішік, сен не айтасың? Бәрі де мына тышқанның кесірі. Өзге заманның балаларын бізге өткізіп бәрін білдірді. Не болды енді? Аштан өлетін болдым. Қу түлкі деген атым бар еді. Қайдағы бір қарғаның ірімшігінде алдап жей алмай қалдым. Қарға емес, мен ақымақ болдым. Масқара емес пе? Мынаны маған беріңдерші. Шайнап. Жоқ, шайнамай-ақ бірақ жұтайын. Сабыр сақтаңдар, сабыр. Қарға, сен не дейсің? Қар, мен не дейін? Тышқанға алғыстан басқа айтарым жоқ. Қарным тоқ, көйлегім көк, уайымым жоқ. Ал менше, ол балалар менің де ертегіме кіріп, не істеді дейсіздер ғой, Мына мені жалмауыз кемпірді алдап соқты емес пе? Қай бетімді шымшайын. Енді міне алтын сақа да жоқ, бала да жоқ. Олар біздің ертегіге де кірді. Қаңбақ шалға көмектесіп, бізді қорға жықты. Құртағанда шалға мазақ болдық. Ол балаларға мың алғыс. Тышқан жанға рахмет, соларды тауып келген. Ана қу түлкі өз ертегісінен адасып неғып жүр біздің ертегіде. Әй түлкі, сен емес пе менің барлық қулықтарымды дәулерге айтып қойған? Бұл жерде түлкіні соттау керек. Фәй,
Тіліңе жылан жұмыртқаласын қаңбақшал. Соттағана несі? Қой, мен кетейін. Қарғажан, жүр өз ертегімізге. Мені қу деп сенбесеңдер, анау ерте өстіп отыр. Сол айтсын өкпесін. Иә, ыңғайсызда болса да айтайын. Самұрықтың балапандарын айдақар жыланнан мен құтқаруым керек еді. Ана бір Дәуіт деген титімде жәндік менің бүкіл абыройымды арқалап мәз болып жүр. Мен жүрмін ауылға қайта алмай. Негізі ол балалар бізге жақсылық жасауға келген. Міне, толағайды аман алып қалдық. Ал тышқанның ұрлық жасап жүргені дұрыс емес әрине. Ұрлық түбі қорлық деген. Бірақ та бір жолға кешірейік те енді. Жоқ, кешірмейміз. Сот деген әділ болуға тиіс. Егер қылмыскерлер жазаланбаса, онда бәріміз қылмыскер болып жүре берейікті. Дұрыс емес, тышқанды жазалау керек. Әлгі балаларды табу керек. Қайда жүр өздері? Мен оларды әдейі осында қалдырғанмын. Тесік таста жабылып қалды. Біз мұндамыз. Біз не істесек те дұрыс дедік, және солай болады да. Алған бетімізден қайтпаймыз. Біздің досымыз тышқанды босатыңыздар. Иә, өтінеміз. Мәні, өздері келіп қолға түсті. Әй, дәулер, не қып отырсыңдар? Мыналарды байлап, тышқанмен қосып жазалау керек. Демеңдер балаларға, демеңдер. Олар менің достарым, менің де достарым. Бұл ертегі реттеуші ғой. Мен ертегілер елінде болып жатқан оқиғалардан хабардармын. Енді мені тыңдаңдар. Осы ертегі деген кім үшін жазылады? Міне, мәселе қайда жатыр. Жалпы ертегілер балалар үшін жазылады және айтылады. Мына балалар болмаса, біз кімге керекпіз? Ертегіні оқитын да, тыңдайтын да осы балалар емес пе? Сондықтан да біз балаларды ренжітпеуге тиіспіз. Біз олармен дос болуымыз қажет. Дұрыс. Расында да солай екен, әуе? Ал егер де балаларды ренжітсек, онда мына біз де, ертегілер елі жойылады. Ана дәулер де, сен де ешкімге қажет болмай қаласыңдар. Яғни тағдырларың осы балалардың қолында. Ал тышқанның ана заманға барып ұрлық жасауы әрине дұрыс емес. Біз оны бір жолға кешіріп, енді ұрлық жасамауға уәдесін алайық. Енді ешқашан ұрлық істемеуге уәде берем. Бір жолға кешіріңіздерші. Ал балалар, сендер не дейсіңдер? Рахмет сізге, ата. Нағыз әділ шешім болды. Тышқанды босатыңыздаршы. Сонда біз ертегілер еліне енді аяқ баспаймыз ба? Жоқ, олай емес. Ертегілер еліне аяқ баспау деген, ертегіні мүлдем оқымау деген сөз. Сендер ертегілерді жақсы көргендіктен осындай қадамдарға бардыңдар ғой, солай емес пе? Дәл солай, ата. Біз ертегілерді өте жақсы көреміз. Ылайым солай болғай. Ал қызым, мына сенің ертегілер елінен алған сақинаңа мен ерекше күш тартам. Осы сақинаның көмегімен сендер ертегілер еліне саяхат жасап, және өз замандарыңа қайта орала аласыңдар. Ал енді көріскенше қош сау болып тұрыңдар балаларым. Сау болыңыз, ата. Сау болыңыз, ата.